Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар. Сіздермен бірге Қуанышты медицина, мен дәрігер интерн Қуанышбек. Бүгінгі видеода біз сүйел туралы талдайтын боламыз. Сүйел деген бұл адамның папиллома вирусынан жұғатын ауру болып табылады. Көбінесе қолда, аяқта, саусақтарда, башпайларда көп кездеседі. Көп адамдар сұрап жатады, бұның емі қалай емдейміз деп. Неше түрлі халықтық әдістермен жасайды, дәрі ішеді, бірақ көмектеспей жатады. Енді медицинаның хирургия саласында келесідей емдер бар. Біріншісі күйдіру. Электрлік тоқ арқылы жандырып, яғни папиллома бұзған жерлерді күйдіріп алып тастайды. Ол терінің қайта қалпына келуіне жағдай жасап көмектеседі. Екінші әдіс бұл лазерлік әдіс. Лазер аппараты арқылы да атып күйдіреді. Бұл да сүйелді жоюға және де зақымдалған тіндердің қалпына келтіруге жағдай жасайды. Үшінші әдіс азот криотерапия. Бұл жерде уже күйдірудің орнына мұздатады. Азот элементі арқылы қарап тұрғандарыңыздай теріні мұздатып, ол жердегі сүйелді толықтай алып тастауға жағдай болады. Бірақ кез келген операциядан кейін достар қайта қалпына келу, ауырсыну, ол жердің екіншілік инфекциясы дамып кетуі мүмкін. Сол үшін бұл әдістердің барлығы дәрігердің бақылауында ауруханаларда жасалынады. Сүйелдеріңіз болса, кешке қалдырмай дерматолог дәрігерге барып консультация алуларыңызға болады. Назарларыңызға көп рахмет. Видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп, достарыңызға таратып кетуді ұмытпаймыз.